Сәлем, бұл туризм саласының қызықты әрі өзекті проблемаларын көтеретін, тарқататын, айтатын, сіздермен бөлісетін саяхаттайым подкасты. Менің есімім Дана Шамсиддин. Бұл біздің алғашқы шығарылым, және де алғашқы шығарылымның тақырыбын біз экотуризм, экологиялық сауаттылық, оның ішіндегі мәдениет туралы айтпақпыз. Бұл подкаст сіздің көңіліңізден шығады деген үміттемін, себебі менің жанымда бұл тақырыпта өз ойларын еркін айта алатын және де тақырыпты жетік меңгерген мамандар отыр. Олардың алғашқысымен таныстырайын. Аян мырза, өзіңізден бастайын. Аян Мейраш, Орман шаруашылығы комитетінің баспасөз хатшысы. Келесі спикер, сәлеметсіз бе тағы да, Астана Travel Тур фирмасының директоры Нұрсұлтан Махамбет Әбдіұлы. Қош келдіңіз. Және де туризм саласының тағы бір танымал әрі кәсіби маманы, Қазақ туризм компаниясының директор департаменті Даниэль Сержанұлы. Қош келдіңіздер. Жалпы подкаст бұл жаңа формат, және подкаст деген менің ойымша бір супер еркіндікті талап етеді. Сондықтан тақырып түсінікті деп ойлаймын. Экотуризм, іштегі ел туризмі, оның ішіндегі біздің мәдениеттілігіміз, оның ішіндегі туризм мен экологияның байланысы. Жалпы біз айтып жатырмыз, мүмкін ол мақтанарлықта жайт шығар. Пандемия басталғалы бері елде ішкі туризм артты, дамыды деп жатырмыз. Бірақ оның келесі беті деуге де болады. Келесі беті бар, яғни азаматтарымыз көп елде саяхаттаған сайын біздің тур аймақтар белгілі бір одан зардап та шегіп жатыр. Осыған байланысты, Аян мырза, қалай ойлайсыз? Бізде әлі де туризм саласында мұндай мәселе бар екені түсінікті, және де экология мен туризмнің арасын қазір байланыспай тұрған себебі және оның байланысатын тұсы қай жерде деп ойлайсыз? Сәлем. Жалпы бірінші шақырғандарыңызға рахмет. Қош келдіңіз. Проекттарыңыз өміршең болсын. Рахмет. Енді ең бірінші айта кету керек мәселе, жалпы бізде қазір халықтың арасында, ел арасында ішкі туризмнің дамуына пандемия әсер етті деген пікір бар. Бірақ ол шындыққа көбіне жанаса бермейтін секілді. Соңғы 5 жылдағы статистиканы алып қарайтын болсақ, бұл ішкі туризмнің дамуы шынымен жылдан жылға өсіп келе жатқан, 1.400.000-ға дейін жеткен. 2019 жылы мына ұлттық парктердің ішіне ғана, біз жалпы ішкі туризмді айтпаймыз, ұлттық парктердің ішіне ғана 2019 жылы 1.400.000 адам келген, есептеп қарасақ. Бізде жалпы Қазақстанда өзіңіз білесіз 13 ұлттық парк бар. Сол 13 ұлттық паркке 1.100.000, 130.000 адамның әрқайсысына шаққанда, енді бірақ та енді шынымен алатын болсақ, мына Алматы таулы кастырындағы мына Іле Алатау, Көлсай, Алтынемел, Шарын сияқты ол жерде Баянауылға секілді ұлттық парктерде басым бөлігі болды. Бірақ десе де ол жылдан жылға өсіп келе жатқан, ал 2020 жылы пандемия өркендеген жылы 980.000 адам келген. Демек, жалпы пандемияның арқасында ғана ішкі туризм дамыды деген, ол осы салада жұмыс істеп жүрген көп адамның еңбегіне нүкте қоя салған сияқты ғой. Жоқ, неге? Себебі мұның алдында статистикалық мәліметтердің өзіне де жүгінсеңіз, менің ойымша енді мынау өзге азаматтардың еңбегіне нүкте қою емес, шекаралар жабылғаннан кейін, елде саяхаттау мүмкіндігі асқаннан кейін азаматтарымыз Қазақстанның біраз туристік өңірлері бар екенін білді деп ойлаймын. Туристік фирмалар да ашылды. Мысалы, айтыңызшы, сіз мысалы жаңа әңгімелесу барысында айттыңыз, 2 жыл бұрын мен осы саланы бастадым дедіңіз. Не үшін бастадыңыз? Себебі белгілі бір сұраныс болды. Содан кейін сіз 2 жыл бұрын. Пандемия жоқ ол кезде. Басталайын деп жатқан кезде. Мен ашқан кезде сол как раз сол пандемияның кезінде аштым. Міне, сөзіңге дәлел. Маусым айынан бастап жұмыс істеп жатырмыз қазіргі таңда. Енді расымен де сол пандемия кезінде сұранысқа байланысты ұсыныс болу керек. Сондықтан жаңағы Астана қаласындағы көптеген турфирмалар ашылды. Біздің қатар тағы да мен 3-4 турфирмалар айтыламын ашылғандығын. Солардың қатарында бізде ашылып жатырмыз. Енді Аян мырзаның сөзіне де толық қосыламын. Енді ішкі туризм бұл бізде қалай дамыды деп ойлайтуға болады. Ішкі туризмнің даму себебіне бізде қазіргі әлеуметтік желілер қалай дамып жатыр. Сол сияқты ішкі туризм де сол арқылы дамып жатыр. Себебі неге?
бұрын біз білетін тұғымыз бурабай деген бар екен, Баянауыл мысалға, Көлсай, Қайыңды дейтін бұрын білетініміз, бірақтан да әлеуметтік желі, оның ішінде Инстаграм, Фейсбук әлеуметтік желілері қатты дамыған сайын оларға біз баратын жолды анықтап алдық, олардың әдеміліктерін, солардың барлығын бізге уже орысша айтқан кезде доступно деп айтады ғой, сол доступно информациялардың барлығы бізге осы әлеуметтік желілер арқылы келіп жатыр. Неге? Себебі әлеуметтік желілер арқылы адамдар көрген сайын олардың қызығушылықтары, анау қазіргі таңда бізде блогерлер бар ғой, видео түсіріп түсіретін, солардың анау түсірген видеоларын көрген сайын адамдардың қызығушылығы көбірек артып жатыр да, сәйкесінше соған байланысты ол жерге баратын адамдардың саны көп болып жатыр. Мінекей осы Алматы қаласына Көлсай, осы Бурабай, Баянауыл, енді солтүстік Қазақстандағы Имантау, Шалқар осы былтырғы жылдардан бастап енді бізде сұранысқа ілініп жатқан нәрселер болды. Осы келесі жылдардан бастап уже Имантау, Шалқар жаңа көлдерінің негізгі жылы сол келесі жылдар болады деп ойлаймын өз басым. Сіз айтып жатырсыз, мен 2 жыл бұрын ашылдық, жаңа пандемия кезінде сұраныс көп, азаматтарды солтүстік Қазақстанның көрікті жерлерін көрсетумен айналысасыздар. Сол кезде сіздер бардыңыздар, тоқтадыңыздар, туристермен белгілі бір іс-шара жүргізесіздер ме? Мысалы, экологиялық сауаттылық, оның ішінде өздерін туристер қалай ұстау керек? Себебі мысалы туристік аймақтардың өзіндік мәдениеті болады. Мынадай түсінік қалыптастырайық сразу бірден. Бізде жалпы мен басқа да турфирмалар біз тур жасайтын кезде міндетті түрде бізде 2 қағида болады. Біріншісі ол адамдарға әдемі жерлерді көрсету, толық қана турды жүргізу. Екіншісі біз не көрдік, не жедік, соны артымыздан қайтадан жинап кету, ол біздің міндет түсінігіміз. Онда мысалы туристің міндеті емес, ол турфирманың міндеті, иә? Иә, біз енді турфирманың, мен өзім турфирманың міндеті ғой, мен айтып отқан, мен туристің міндеті ол жай ғана барып көріп, демалып қайту. Оны енді жаңағы біз оның барысында міндетті түрде жаңағы экскурсия бар, жаңағы историяларын бәрін айтқаннан кейін міндетті түрде жаңағы экологиялық моменттерді айтып өтеміз. Себебі біз ол жерге бірінші рет қана бармаймыз, біз ол жерге 2 рет барамыз, 3 рет барамыз, жыл сайын барып отырамыз. Сондықтан біз ол жерге барған кезде ана жердің бізге әдеміліктері өте маңызды, таза болып тұруы өте маңызды нәрсе. Себебі енді біз былай қарап отырсаңыз, қонақ келген кезде лас жерге апара алмаймыз, өзіміз қазақ болғаннан кейін де. Ол таза жер болып тұрғаннан кейін біз ол жерді міндетті түрде тазалап кетуіміз керек. Енді мынадай түсінік қалыптасқанда қазіргі таңда біздің елімізде дикий отдых деген бар, сәйкесінше жабайы туризм деген нәрсе пайда болған. Ол адамдар өздерінің машинасымен, мысалы 4 адам жиналады да, бір машинаға сыйып, Бурабайға кетіп қалады, немесе Баянауылға, немесе жаңағы жақын маңайдағы жерге кетіп қалады. Сол адамдар көбінесе қоқыстарын қалдырып кететін адамдар, көбінесе. Сол өйткені неге олар өткен, олардан ешкім тіреу еспейді, сен Нұрсұлтан бар да, ана жерді жинап кет деген сияқты. Олар бір-біріне сілтейді. Қарапайым үйдегі моменттер айтып жатырмын да. Ал егер бізден бірге баратын адамдарға біз міндетті түрде олар жинамаса да, біз артымыздан өзіміз жинап кетіп отырамыз. Біз қалай жасау керек? Мысалы, сіздің әрі қызметіңізді қолданды, әрі өзінің артынан жаңа өзі жинап кететіндей туристті қайдан табамыз? Мынадай нәрсе ғой, 90-ада 100 адам 100% болатын болса, соның 90% өздері жинап кетеді. Неге? Мысалы, мен жинап жатырмын, сіз жинап жатырсыз, сіз тастап кетпейсіз ғой, сіз де өзіңіз жинап кетесіз. Сіз мысалға 1 рет барасыз, жинап кетпейсіз, өзді артыңызда мен жинаймын. 2-ші рет барған кезде сіз уже міндетті түрде жиналасыз. Неге? Адамда бізде қазақтарда ұят деген нәрсе өте қатты қалыптасқанда, ол ұят болмасын, мен артыма сөз ермесін деген сөз бар ғой. Соған байланысты адамдар өзінің артына өзі жинап кетіп отырады. Турмен барған адамдар. Енді мен дикий отдыхпен барған адамдар көбіне көрем, ол адамдар көбіне қалдырып кетеді. Бірақ біз олардың артынан да жинап кетіп отырамыз. Неге? Себебі ана жердің әдемілігі бізге өте қатты маңызды. Екінші бір нәрсе қазіргі таңдағы екінші тағы бір маңызды нәрсе, біздегі национальный парктерде, жаңа ұлттық парктерде адам саны өте аз, жұмысшылар саны өте аз. Жұмысшылар саны аз болғаннан кейін қарапайым урна дейтін нәрсе бар ғой, сол урналар толып тұрады. Сен таңертең бар, сен кешке бар, сен түсте бар, ол урналар толып тұрады. Сосын урнаның қасына адамдар былай жинап кетеді мусорды. Самый главный урнаның қасына жинап кетіп жатырмын ғой деген сияқты түсінік қалыптасқанда, оның бәрі неден пайда болады? Оның бәрі сол жерде жалға алып жатқан жаңағы неде бар ғой, мысалға Бурабай даму деген сияқты әртүрлі жұмыс істейтін сол адамдар сол жинайтын жаңағы мусор жинамайтын емес, жалпы сол жердің тазалығына жауап беретін адамдардың санын көбейтсе деген, ол негізгі түсінік болу керек. Мен айтайыншы, сіздер екен ғой туристерді еркелетіп жүрген. Олардың артынан жинағанша негізі оларды жинауға бейімдеген дұрыс деп санаймын негізі. Бірақ ол бірінші, екіншіден мынау менің ойымша ұлттық парктерде урна деген зат болмау керек. Сен алып келген қоқысты өзіңмен бірге алып кету керексің. Соған үйрету керекпіз. Өйткені сен анау таудың басына урна қойып қойдың, не? Одан кейін ол мусордың бәрін шығаруды ойластыру керек қой. Қаншама қаражатын неткенше әрбір өзімен әкелген бір
пакет қоқысын өзімен бірге алып кетсе бұл тамаша болатын шығар. Жаңа не статистика жағында айтып жатсыздар ғой, пандемия кезінде сұраныс артты, бірақ туристердің саны одан бұрынғы жылға салыстырған кезде одан асып түскен жоқ. Оны нақты білуге болады, өйткені әртүрлі шектеулер көп болды. Там 50%-дан асырма, 15 адамнан көп болмасын, ашық, жабық деді. Сондықтан оған нететін жоқ, бірақ біздің нақты көре алатынымыз адамдар ішкі туризмге деген көзқарасы кішкене өзгерген. Бірақ осы уақытта дәл ішкі туризмге қараған бетте біз енді жаңа сіз айтып отырған қағидаларды оларға ескертсек, дәл осы уақытта ескерту керек шығар. Айтып отырған сөзіңізде жаны бар. Мен сізге бір жаңағы соңғы статистика бүгінгі подкасттағы мен айтатын, одан кейін өзіміздің ойымызды айтайық. Жалпы кейінгі 3 жылда ұлттық парктердің территориясынан 38 мың тонна қоқыс шығарылған. 38 тонна емес. 38 мың тонна қоқыс шығарылған. Бұл енді қанша дегенмен адамдардың жалпы экологиялық мәдениетіне деген баға ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Бізде мына экомәдениет деген жалпы ең бір қуантатын мәселе, бұл қоғамды алаңдататын сұрақ. Жалпы мен осы саланың ресми өкілі баспасөз хатшысы ретінде ең жиі кездесетін, бізге ең жиілік қойылатын сұрақ, әлеуметтік желіде ең жиі талқыланатын бірден бір мәселе, ол шынымен адамның экологиялық мәдениетіне келіп сүйенеді. Қоқысқа келіп тіреледі, демалу мәдениетіне келіп сүйенеді деген сияқты. Сондықтан бұл ең бірінші қуанатын нәрсе, ең алдымен ол қоғамның беті шынымен осы экологиялық мәдениетті көтеру керек деген бағытқа қарай. Оның ішінде әсіресе жастар, әсіресе жастар трендқа айналдырып жатыр. Әлеуметтік желіде әртүрлі посттар жариялайды, жаңағы белсенді адамдарды шақырып, сол туристік орынға барып, қоқыстарды жинау акцияларын да ұйымдастырып жатыр. Ал қалған бөлігімен қалай жұмыс істеу керек? Қалай ойлайсыздар? Енді қалған бөлігі деген дұрыс сұрақ шығар, өйткені жаңа осы кездесудің алдында Аямен сөйлесіп отырған кезде жаңа айтқан болатынбыз. Ая мырза, өзіңіз айтқансыз. Негізі біз өзіміз елордада тұрып, елордада жаңа болып жатқан заттарды ойлаймыз, мына жақта елдің бәрі түсінеді деп. Әр нүкте түсінеді. Бірақ ондай болмайды ғой. Әрбір жердің енді өзінің ерекшелігі бар да. Түсіну жағынан менталитет қой. Оған байланысты жеткізу каналы да басқа. Бізде мынандай түсінік бар ғой, мысалы мен түсіндіре кетейін. Мынау эффект большого города деген бар. Үлкен қаладағы эффекті. Мысалы біздегі үлкен жаңағы новшество, жаңа идея, жаңа идеология да бар. Сол дүниелер үлкен қалаларда әдемі сұранысқа ие болып, әдемі алынып кетуі мүмкін. Үлкен қалада жүрген жаңағы адамдар оны іліп әкетуі мүмкін да. Бірақ та жаңағы бұл новшестволар, бұл идеялардың барлығын біз қалыптастырған кезде кластер әртүрлі, әр жерде әртүрлі екенін мойындау. Біздің батыс Қазақстанда бөлек, шығыс Қазақстанда бөлек, орталықта бөлек, адамда мінезде бәрі де бөлек екен, және осындай идеологияның бәріне ортақ бола алатындай қылып жасау керек та. Бірақ бізде жасағандағы жаңағы идеологиялар шынымен жаңағы техникасы барлығы өте дамыған нүктелерге бағытталып жасалады да. Және инвестицияларда басқа да ішкі туризмді дамытатын нәрселердің барлығы именно сол бағытқа қарай құйылатын секілді болып көрінеді. Сіздің айтпағыңыз көп көңіл негізгі қалаларға бөлінеді. Ал маңайдағы қалаларға көп көңіл бөлінбейді. Жеткізу мәселесі, ақпараттандыру мәселесі. Мысалы, менің ойымша, ондай тәрбие, біз айтып жатқан эко-тәрбие болсын, эко-мәдениеттілік болсын, менің ойымша ол үйден басталу керек. Сіз ақпараттандыру, мүмкін жарнамалық құралдар, мүмкін сіз айтыңыз келген туристерге, біз айтайық, шетелден келіп жатқан болмаса іштегі туризмге. Менің ойымша ол үйден тәрбие басталу керек деп ойлаймын. Енді бәріміз де сол үйде тәрбие алған адамбыз ғой, енді барлығы бір үйден шыққан. Бірақ енді көріп тұрсыз ғой, үйден тәрбие алған адамдар сол мусорды қалдырып кетіп жатыр. Өсіп кеткен адамдар. Өсіп кеткен адамдар ғой. Былай қарап отырсаңыз, сол өсіп кеткен адамдар қазіргі таңда көп мусор қалдырып отыр. Ол мысалы мен қалдырып жатырмын, сіз қалдырып жатсыз. Енді бәрімізге бірдей мәдениет қалыптастыру үшін менің ойымша әлеуметтік желілерді біз көбірек пайдалану керекпіз.
мен тағы бір негізі айтатын затым бар. Айым мырза, кешіріңіз, сөзіңізді бөліп кетсем. Енді бұны тек қана бір жақты халықтың мәдениетіне деп бөліп тастағанды мен негізі қатты жақтырмаймын да. Өйткені бұл екі жақты жұмыс болу керек та. Өйткені біз бәріміз болып бұл осы жердің иесі екенбіз. Ол жер өзімізге керек екен. Соны жинау үшін осы жердің біз енді тұрғыны болғандықтан оған солай бірге қарауды бірге қарауды ұмтылу керекпіз да. Ол үшін бірақ біз мемлекет тарапынан негізі жағдайда жасау керекпіз ғой. Жаңағы ақпарат алу үшін немесе отбасынан немесе мектептен бастап үйрену үшін оған біз жағдай жасау керек. Бірақ көп заттар жасалып жатыр ғой. Мысалы экология немесе тағы да басқа пәндер жаңағы мектептің бағдарламасына еніп жатыр. Көптеген роликтер шығып жатыр. Сол екі жақты қарама қарсы не ғой, қозғалыс. Сол екі жақты бағалау керек деп ойлаймын. Иә, мысалы бізде жалпы көп мәселеде осы сұрақ қойылады да. Мына халықтың экологиялық мәдениетін біз қалыптастыру үшін не істеу керекпіз деп. Бізде көп белсенділер ақыл айтады да. Жалпы бұл ақылмен шешілетін нәрсе емес. Бұл таза стратегиялық жолмен, идеологиямен шешілетін нәрсе ғой. Ал ең өтімді идеология, қай заманда болмасын, ең өтімді идеологияны оны тарих береді. Сенің ұлттық құндылықтарың береді. Қазақта мысалы 3 ауыз сөзбен жалпы экологияны сақтау үшін, күллі табиғатты сақтау үшін 3 ауыз сөз айтқан. Қандай? Ұят болады, жаман болады, обал болады. Сенің қоқыс шашқаның ұят. Жаңағы малды басынан теуіп, жануарларға қорлық көрсетуің жаман. Өсімдіктерді сындырып, олардың жануарларды мертіктіріп, жаңағы лайлауың, лайын қазып әкетуің, ол обал болады. Осы үшеуіңді кері қайтып келетін нәрселер болады дейді. Қазақ өзі 3 ауыз сөзбен тыйым салып тастаған өзі. Ұят болады, жаман болады, обал болады. Осының ішімен біз барлығымыз осы экологиялық мәдениетті жасайтын, негізгі адамның ішінде ояу болып дүмпу қағып тұратын осы 3 сөз болса, одан кейін адамдар өзінің қалпына келеді деп ойлаймын. Бұл 3 сөзбен кез келген саланы ұстап отыруға болады сияқты. Өте керемет тыйымдар ғой. Үшеуінің біреуі ғана қалған сияқты қазір. Иә, ұят енді бар. Ішкі туризмді дамытайық, ұят болады. Ұят енді біздің подкасттың атын өзгерту керек сияқты. Ұят болады. Ұят болмасын. Бұған қосар сөзім бар негізі. Біздің ата бабаларымыз көшпенділер табиғатқа дос болған ғой. Енді етене өскен, тел өскен рас. Табиғатпен гармонияда өскен екен да. Былайынан қарап отырсаң, өз артынан жаңа жинап жүреді, барлық қолданған заты максималды түрде экологиялық болған да. Экологиялық таза. Қалай жоғалып кеткен? Бізде былай қарап отырсаң жоқ қой, қазір ізі де жоқ қой. Енді бізде қазіргі таңда сіз айтып отырсыз ғой, көшпенділер. Қазіргенде көшпенді болып өмір сүріп жатқан адам аз ғой бізден. Өте аз. Онда ол көшпенді болып өсіп жатқан адамның қолында қазіргі таңда жаңа технология, телефоны бар. Сондықтан уже телефон келген жерден бастап уже ол жаңағы көшпенді. Сонда жалпы бізді құртқан телефон болып тұр. Енді телефон дегенде қалай? Телефон емес, жалпы жаңа технологиялар келген, батыстық интеллект келгеннен кейін бастап уже бізде көшпенділік деген нәрсе уже жаймен азайып отыр. Жоқ, мәселен егер де ондай жалпы новшество, технология, ол жаңағы экологиялық мәдениет төмендететін болса, онда біз мысалы ақш-тағы экология, Жапониядағы экология жер асты қылып тастайтын едік деп ойлаймын. Мысалы жапондықтар қалай сақтайды деген сияқты. Бәрібір негізі қанша дегенмен ол ішкі мәдениеттің дамуы ол бәрібір тамырдан, түпкі тамырдан, тарихыңнан, мәдениетіңнен, дәстүріңнен таралады да. Мен бір тағы сұрағым бар. Жалпы біз қазір экологиялық мәдениет жайлы айтып отырмыз ғой. Жалпы бізде туристік мәдениет бар ма? Қалай ойлайсыздар? Өйткені кешегі ғана Шымбұлақта болған жағдай бізде тек қана экологиялық емес, жалпы туристік мәдениеттің кейде бір жоқтығын көрсететін сияқты. Ол тек қана экологияға қатысты емес сияқты да. Бізде дұрыс, демалу мәдениет деген түсінік бар ғой. Мысалға бізде жалпы демалу мәдениетті адамдар былай түсінеді.
табиғатқа шығып тамақ ішіп қайту деген нәрсе түсінеді да мысалға демалу мәдениеті болады. Ол табиғатқа шығып демалып қайту, тамақ ішіп қайту ол демалу мәдениеті емес ешқандай. Демалу мәдениет деген сенің көзің ана табиғатты көріп демалу, көзің демалып жаңа табиғатты көріп историясын естіп қызығып сөйтіп қайту ол демалу мәдениеті болып келеді. Ал табиғатта барып тамақ ішу ол салпы сен просто тамақты алдында басқа жерде ішіп жатсың. Ол сен просто қажеттіліктеріңді қамтамасыз етіп отқан нәрсе. Ал сол тамақ ішкен нәрседен басталады да дикий природа отдых деген нәрсе басталады бізде. Сол жаңағы бір кәуап пісіру иә бір кәуап туризм ең пледті жайып жүреді да мысалға бір пледті жайып жүріп жаңағы тамақ пісіріп сол жерде демалып қайту артында ішу деген сияқты ол демалуға жатпайды. Ол просто сіздің жаңағы қажеттіліктеріңізді барып бір жерге жаңағы далаға шығып тамақ ішіп қайту болып есептеледі да. Ал бізде ол енді демалу мәдениеті, туристік демалу мәдениетін бізге басынан бастап қалыптастыру керек сияқты менің ойымша. Себебі неге көбейту бар ғой, былтырғы көбейту көз алдарыңызда. Қалай біз қарапайым Астана қаласының тұрғындары, біз айтып отқан Астана қаласының тұрғындары сол көбейтуді жойып жіберуге тап болдық. Жақындатып қалдық. Себебі неге бір барған кезде поток барған кезде 1000 адам, 200 адам, 1500 адамға дейін сол жерге барып жаңағы нені көлді таптап кеттік. Ол жерде енді екі нәрсені қалыптастыру керек, екі тарапта кінәлі. Ол біріншісі мен всегда әрқашан айтып өтемін, ол бірінші біздің адамдарымыз өзіміз кінәліміз. Екінші, сол жерде сол көл орналасқан ауданның әкімдігі өте міндетті түрде кінәлі болып есептеледі ол жерде. Неге? Себебі қараңыздар, енді сіз бағана айтып отырсыз ғой, адамдар мусорды өздерімен бірге алып кетуді үйрету керекпіз деп. Ол кездегі именно сол периодтағы адамдар ондай жаңағы қоқысты өзімен бірге алып кететін адамдардың қатарында болмады өкінішке орай. Ал ондай адамдар болмаған, алып кетпейтін қоқысты емес басқа нәрсені алып кетті. Жоқ, енді қоқысты алып кетпейтін адамдар қатарында болғаннан кейін үкімет соны білгеннен кейін сол жердің жергілікті әкімдігі сол жерлерге урналар істеп қою керек еді. Мен 2-3 турмен адамдар апардым, 2 жерде ғана урна болды. Мен көрдім. Негізі шынымен де әкімдік дайын болған жоқ қой ол жерде. Енді қараңыз, Нұрсұлтан келеді, 1000 адам алып келеді деп әкімдік күткен жоқ. Дайын болмады деген нәрседе ол көбейту қашан пайда болды? 2019 жылдың август айынан бастап Facebook желісінен бастап пайда бола бастады. Роуз озері. Сосын 2020 жылдан бастап апрель, май, июнь, осы не июньде ашылғаннан кейін бастап июль айында толыққанды жұмыс етті. Сол кезде мен түсінгенім бойынша, егер де жергілікті әкімдік сол жерде бір жерде ғана орна тұрды да, бір жерде ғана орна тұрды. Ал бірақ көбейтудің барлық маңайында адамдар көбірек кіріп жатты. Мен сол кезде түсінгенім бойынша, егер де соны жаңа кіретін қоршап қойып, сонда адамдарды жаңа шлагбаум жасап қойып, каждый адамнан ақша алсын, алмасын, маңызды емес. Сол жерде адамдар кіргізіп жаңағы бір рет информационный не болады ғой, мысалға осындай жерде осындай нәрселер бар деп, сондай істеп қойған кезде көбейтуді біз әлі күнге дейін сақтап отырамыз. Мен анау ең штатыны бар ғой, ол дайын болған жоқ дейміз ғой, жаңа жергіліктілердің. Ол біздің туризмнің белсенділері ол Волаждың алдында 19-дан бері айтқан екен жергілікті әкімдікке. Мынаны құртады, қазып жатыр, шектейік, бірдеңке жасайық. Болмаса бізге жалға беріңіз, біз шектейміз, бірдеңке жасаймыз деген сияқты. Құлақ аспаған екен да. Сондай. Содан кейін сәлем дейсіз ғой. Сәлем болды ғой, иә. Енді жалпы ең бір қызығы көбейтудегі су адам денсаулығына зиян екен. Құрамында темір көп. Енді оны былай да айтып жатыр да. Маңызды емес. Негізі алдында оны пайдалы деп ойлады ғой. Иә, жоқ, ойлады болған кезде енді адам жоқ, бізде енді сол ғой, енді бір WhatsApp-тан келген бір хатқа сен аласың да, сонымен жүре бересің. Вирустық сондай нені жоятын мен жаңағы Шымбұлақта болған базарда сатыр дейді ше. Иә, болды ондай айтқан. Естеріңізде ме? Әлеуметтік желіде шықты. Ол Инста жүрді ғой, ол Инстада шықты. Көбейтудің тұзы 5000 теңге деп пе? Килограммы. Міне осындай біздің демалыс. Жаңағы Шымбұлақта болған жағдайдың жаңағы жалғасын айтып кетейін деген едім ғой. Сөйтсе, сол Шымбұлақтың директоры Ринат Мырза жазады да, біз қалайша дейді да, енді былай қарап отырсақ, еліміздің ең дамыған қаласы, ең дамыған курорты, иә, ең бір керемет енді беткештар жер ғой, былай қарап отырсаң. Сондағы турист сөйтеді, анау адамды кіргісі келмеген итеріп тастайды да. Ал оны отырғызайын десе, оны ұрып соғады. Жергілікті бір қызметкер отырғызайын десе, сол қызметкерді ұрып соғады. Видео қосып қояйық, иә, шетіне. Сол кезде Ринат жаңа айтып отырғанын айтамын да, біз қалай сервисті неткен кезде, сұраған кезде кереметтейміз сервис. Ал өзіміз оған сәйкес мәдениет беруге дайын емеспіз дейді.
да. бізде бұндай оқиғалар негізі өкінішке орай жиі болып жатады. Мына Қарағандыда 1 қыркүйекке орай 25 мамырға орай ма бір паркте тегін балаларға арналған, балалар күніне ғой деймін, қателеспесем, балаларға арналған тегін батут, тегін нелер ашылған 3-4 нүктесі енді. Сол жерде адамдар кәдімгі кезек үшін болып, үлкен апайларымыз бір-бірімен төбелесіп, бір-бірін лақтырып, шашын жұлып, кәдімгідей айқас болып кеткен да ана жерге. Жақсылық жасаймын дегеннен арты у-шу болып, кейбір адамдардың басы кетіп, жұмыстан кетіп, өзімен өзі әдіра қалды да. Мына мәдениет деген нәрсе негізі қанша дегенмен былай да, негізі адам біз бір жеңісіміз бар. Бізде адамдар жеке қалғанда өте мәдениетті. Жеке турист мәдениетті. Осында жеке компаниямен барса, адам шықса, адам жеке. Бізде жаңағы талпа болады ғой. Топтық дүние болған кезде, осы топтық дүниеден шығады да мәдениеттің ыдырауы. Сондай бір мәселелер бар. Көшпенді болғанда бір-бірінен салыстырып бәрін басын қосқан кезде негізі осы топтық мәдениетті қалыптастыруға да көп жұмыс жасау керек. Жеке мәдениет жоқ деп айта алмаймыз. Жеке біз өзіміз шетелге шыққан кезде біздің өзіміздің азаматтарымыз ең мәдениетті, өте жоғары бағалар алады. Өте бізде жалпы қазақтарға шетелде көбінесе жақсы қарайды мәдениетті, өйткені жаңағы қуанады, қол ашық деген сияқты. Ондай мәселелер шынымен бар, бұл туралы айтсаңыз болады. Бірақ жалпы мына экологиялық мәдениетті дамыту жолында қанша дегенмен бірден-бір күш ол заң болады деп ойлаймын. Экологиялық мәдениетті түзету үшін экологияны бұзуға немесе басқа да әрекеттерге жасалған жаза күшею керек. Мысалы, мына бірден-бір көрсеткіш, біз енді сендіру үшін өзі кішкене шекарадан шығып жан-жақ мемлекеттерді қараймыз ғой. Бірден-бір көрсеткіш мына Ирландия елінде болған екен. Қазір біздің көрермендердің барлығы білетін шығар, Конор Макгрегор деген азаматтың отандастары шынымен барлығы сондай балалардың арасында тентектік өте көп болған екен де. Төбелес, бір-бірін ұрып соғу, жарақаттау, атыс шабыс деген. Мемлекет содан әрі-бері қиналып, содан кейін жаңағы эффект жасаған. Мектеп жасындағы оқушыларды кешкі сағат 10-нан кейін ата-анасы жүрсе, ата-анасына өте үлкен жоғары айыппұл салған. Бұл ойыншық айыппұл емес және де. Біздегі 10 айлық көрсеткіш сияқты емес, 30 мың теңге сияқты. Ол кәдімгідей адамның жаны қиналып қалатындай салмақта салған да айыппұлды. Содан кейін кешкі сағат 10-нан кейін оқушылар жаңағы шықпайды. Кешкі сағат 10-нан шықпаған оқушылар алдағы 5 жылдың ішінде жалпы ирландықтардың бүкіл мәдениетін өзгеріп жүрген. Төбелестің, қылмыстың деңгейі 80% азайған. Ұрлық соғу мәселесі, жарақат мәселесінің деңгейлердің барлығы төмендеп шығып, айналдырған 5 жылдың ішінде күшейтілген заң жаңағы сотқар ирландықтарды сондай бір заңға бағынатын тыныш, берекелі елге айналдырғанда. Енді осы мәселе айналдырып қарасаң, бәрібір сол айналып келген кезде осы айыппұлдарға байланысты. Бізде қазір енді қанша жаңағы ТБО дейді, твердо бытовой ахуал, қоқыс тастаған үшін. Қалада 1 айлық көрсеткіш шығар, мысалы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда ол 5-ге дейін 10-нан басталады. 10 айлық есеп көрсеткіштен басталады. Ал оны қадағалап отырған инспекторлар, әлбетте инспекторлар. Негізі былай жалпы алған кезде біз бір нәрсені айқындап көрсету үшін бір нәрсені таза жоққа шығару мәдениеті қалыптасқан бізде. Олай болмау керек. Жұмыс жасалып жатыр. Бірақ ол параллельно ол дефектілер болады бәрібір ше. Мысалы, ол жерде қоқыс көп екен, значит инспекторлар жұмыс істемейді деген сөз емес қой. 38 мың тонна қоқысты біреу шығарған шығар осы күнге дейін. Ол жерде жұмыс жүріп жатыр. Өз деңгейінде мысалы оны таза жұмыс істемейді немесе өте баяу жұмыс істейді деген сияқты сынау емес мәселе. Мәселе сол мәселені көтеріп, соның шешу жолында тағы да қандай жұмыстар көрсетілу керек, соны көрсету керек. Біз кішкене мейірімділік болу керекпіз. Мәселе көтерген қай мәселені? Бізде кішкене орта жоқ та. Жалпы қай мәселені алатын? Бұл жаңағы эко мәдениетке емес. Бізде таза экологиялық мәдениетті қолданатындар бар, таза қолдамайтындар бар. Мысалы экологиялық туризмді дамыту үшін біз қаншама, мысалы экология министрлігі шынымен қаншама жұмыстар жасалды осы күнге дейін, қазақ туризмнің өкілдері өтірік айтсақ бетіңізге басар подкаст қой.
бірақ қаншама жұмыстар жасалды да, инвесторлар тартылды, олар жаңағы бизнес-центрлер салды, олардың жобалары бар, проектілері бар. Содан кейін ашықтық мәселесі, адалдық мәселесін көру үшін әрбір ұлттық парктың жанынан қоғамдық жаңағы совет қалай болады екен, кеңес, қоғамдық кеңес жасалды. Содан әрбір жоба талқыланды да халықпен. Оның ішінде экологтар бар, басқа да нәрселер, мамандар бар, просто экобелсенділер бар. Солардың барлығымен талқыланып жасалды. Сол талқылардың ішінде мәселе байқайтынымыз, біз кәдімгідей екі жаққа кетіп қалғандасыр. Біреу дұрыс, бұл жерге келу керек, бұл жаңағы осы Нұрсұлтан сияқты азаматтар бәрін қадағалау керек, мусор шашылмайды, сол кезде андай тәртіп болады деген сияқты. Біреу айтады, жоқ, жаңағы тұмса табиғат, екі біреуді тұмса табиғат, ол сол қалпында қалу керек, ол жерге адам көп бармау керек, жауып тастау керек деген сияқты. Енді өкінішке орай ол жауып тастау керек деген істемейтін концепция да. Не екенін түсіндірейін. Мысалы біз жаңа Нұрсұлтан айтып отырған біздің кәсіби тілмен ол ұйымдасқан туризм дейді. Ұйымдасқан туризм мен ұйымдаспаған туризмнің айырмашылығы жаңағы бірден бір айырмашылығы. Мысалы Нұрсұлтан өз туристердің артынан қоқысты жинап әкеледі екен, оларды бір жолмен апарып бір жолмен қайтарады екен. Ұйымдастырғандар өз жолдарымен жүреді ғой енді. Өз мысалы өз-өзіне қорғайды. Маңғыстаудың өзін алсақ, Бозжыраға қанша қарсылық болды. Бірақ негізгі басты ол жақтағы қатер сол жерде салынатын жаңағы эко-қонақ үйде емес, ол жердегі дамып жатқан жаңағы ұйымдаспаған туризм. Анау Маңғыстауды білетін шығарсыздар, енді анау мел сияқты ғой, мәселелер бор, бірінің артынан бір жүрмейді, өйткені шаңнан түк көрінбейді, өйткені жол жоқ қой. Сосын олар бір-біріне былай параллельно жүреді. Сөйтіп анау бұрындары дейді, бір екі жыл бұрын жаңағы 50 метр болса, 100 метр болса, жаңағы жүретін жолдың несі қазір одан 2 есе 3 есе созылып кеткен, анау өгітіліп кеткен екен да, жер түк қалмайды екен. Мәңгілік ел сияқты алып қаласамен жүрді. Алып қаласадан асып кеткен екен. Енді ана Бозжырадағы жарық болып жатқан енді ол не ғой енді барлығы. Теңіздің асты бор ғой, ол таза. Ол жарық жерлер одан сайын көбейіп жатыр екен да. Енді бір күні құлай ма? Жабайы туризмнің. Жабайы туризмнің әсерін қараңыз. Енді ұйымдасқан туризмнің айырмашылығы, егер сол жерге дейін бір жол жасап қойса, соқпақтар салып қойса, әртүрлі навигация жасап қойса, мына жерге фотоспот дейік, мына жерге жаңағы туалет болсын, сөйтіп қойып қойса, адамдар қай жерде сондай жағдай жасалған, сол жағдай жасалған жолмен жүреді да. Сен мына жерге барып суретке түстің, мына жерге барып туалетке бардың, мына жерге барып су сатып алдың, сөйтіп сол жолмен қайттың. Бір жолмен бардың, бір жолмен қайттың. Бұл лекті реттеп отырасың. Ол жердегі нагрузка бар, оны білесің, оны реттеп отырасың, оның бойындағы мусор жинап отырасың. Сен мыңдаған квадрат жинап керегі жоқ та, жаңағы бір жолдың бойын қадағалап отырасың. Соны ұйымдастыруға, туризмді ұйымдастыруға ұмтылу керек. Мәселе сонда. Ол енді біз тараптан біздің экология министрлігі орман шаруашылығы комитеті тарапынан жасалатын жұмыс. Енді ол басталып кетті, жаңа айтып жатырмыз ғой. Жоқ деп айтуға болмайды, ол жасалып жатқан жұмыс. Алла жазса болады. Бірақ екінші жағы жаңағы біз мәдениет деп бастадық қой. Айттық, жеке мәдениет бар. Сол кезде топтық мәдениетті қайдан аламыз? Ұйымдасқан туризмнің жолымыз әлі. Ұйымдасқан туризм. Осы кезде Нұрсұлтан сөйлеп жатқан қандай жарасымды. Басқа елдерде, жалпы Америка мемлекеттерінде кемпинг деген түсінік бар да. Жалпы біздің жаңағы дикий отдых деген олардың мәдениет тілінде кемпинг деп аталады. Сол кемпинг деген түсінікті біздің елімізге енді осы былтырдан бастап енді кіріп жатыр. Кемпинг дейді, глэмпинг дейді, әртүрлі мағынада жаңағы шатырлар құрып сөйтіп демалатын нәрселер да. Енді менің бір осы қазіргі таңда көріп жатқаным, енді көбіне Бурабайға барамын, Зерендіге барамын, Баянауылға барамын. Ол жерде адамдар әртүрлі жерге шатырларын орнатып тастайды. Өзінің жаңағы палаткасы бар ғой, орысша айтқан кезде палаткасын орнатып тастайды да, соның ішінде өздерімен өздері жатып демала береді. Мен түсінгенім бойынша осы Бурабай табиғи ұлттық аумағында немесе басқа бір жерде арнайы бір территорияны енгізу керек. Осы жер именно палатасына жаңағы не болады, шатырдың алмақ болады деп. Ол жаңа тұжырымдамада бар зат негізі. Сондай нәрсені енгізіп қойсам, мысалға менде палатка бар ма, келіншегіммен жаңағы семьямен келдім да, сол жердің бір жеріне өзім демаламын, жаңағы сіз айтқан жаңағы кәуабімді барлығын сол жерге істеймін, жаңағы орнасы бәрі дайын тұрады. Ол кезде адамдардың уже мәдениет қалыптасады да, сол жерден басқа жерге шатыр құруға болмайтынын түсінеді. Дұрыс айтасыз. Сондай нәрсені көбірек енгізу керек біздің табиғи ұлттық парктерде. Жалпы мынау
жаңа кешірім өтінемін аямырзам, мынау сіз өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой, Алматы облысындағы ұлттық парктерді жаңағы тұжырымдамасын жасап, одан кейін соған қазір инвесторлар тартып жатырмыз деген сол жұмыстың аясында жаңағы зонирование дейміз ғой, ауданға бөлу, сол жасап, мына жерде бивак болады, мына жерде кемпинг болады, мына жерде автотұрақ сөйтіп бөліп қойған да. ауыл болады. Дұрыс айтасыз, ұйымдастырса осы жұмысты әрі қарай әдемі жүру керек. Әрбір табиғи ұлттық паркте мысалы туристік орталық деп аталатын жер мысалға 10-ға бөлінді ғой бағана, 10 жаққа бөліңіз ғой. Сол 10-ның енді мысалы Байконурды алып тастағаныңызда балқаш жаңағы пляжный отдықтарды алып тастаған жерлерде табиғаты бар жаңағы активный отдықпен демалатын жерлер бар ғой, мысалға тауға шығатын, орман аралайтын жерлер енді активный демалыс деп аталады. Сондай жерлерге арнайы бір территорияны енгізіп, сол жерлерге не істеп енгізіп қою керек жаңағы шатырмен демалатындар. Өйткені біздегі жаңағы мәдениеті төмен деп, мәдениетсіз деп айтуға болмайды ол адамдарды. Енді дұрыс демала алмайтын адам деп айтсақ, оларға дұрысырақ болады. Дұрыс демала алмайтындар сол жерге демалса, ол кезде уже қасындағы условия барлығын дайындап қойған. Урнасы тұр, уборный бәрі дайын тұр. Сол жерге өзінің демалысын демалып, қайтадан шығып кете беретін адамдарға сондай жер дұрысырақ деп ойлаймын. Негізі жалпы урна деген түсінік жаңағы келсем негізі алып тастау керек негізі сол түсінікті. Бізде негізі немен келдің, сонымен қайттың деген түсінік болу керек қой. Иә, мен де келсем, мен жалпы урна деген нәрсені алып тастау керек, бірақ енді жалпы урна тұрған нәрсеге салмай жатқан адамдарға қазір талаға да шашып жатқан кезде біз бер жағын айтып жатырмыз ғой әлі, иә, бұның барлығы. Бірақ мынаны негізі Аямырза өзіңіздің әріптестеріңіз жеткізсеңіз тамаша болушы еді. Өйткені Баянауыл, Шалқар-Имантау, басқа ұлттық парктерде қазір туристердің легі артуда. Біз қазір Алматы облысынан бастадық, енді мына жаққа қарай бірге көшу керек аларса. Осы бір подкастты пайдаланып бір дүние айта кетсек, қазіргі таңда бізде экорейд деген түсінік. Бұл экорейд деген бізде акция басталып жатыр. Бізде ұлттық парктерде қазір міндетті түрде жаңағы төтенше жағдай министрлігі бар, ішкі істер департаменті бар, жаңағы тәртіп сақшылары бар, экологиялық департаменттің мамандары бар, біздің инспекторлардың барлық мамандары бар. Бірлігіп ұлттық парктерде жаңағы туристердің саны артқан кезде ішіне кіріп экорейд жасайды. Бұл осының арасында жаңағы қоқыстар жинау, флора мен фаунаға келтірген зияндар болатын болса, сол жерде айыппұлдар салу, халықтың көзін ашу. Негізі дер кезінде тәрбиелеу да адамды. Кейін кезде шашпаңыз, үйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ішінде. Адамдардың реакциясы қандай болады оларға? 8 миллион. Мысалы өткендегі Шымбұлақтағы әрекетті көрдіңіз ғой? Мінбе дегенге мінеді, отырма деген жерге отырады. Ал егер сіз мысалы жасап тұрған азаматқа барып, сен осылай жасауға болмайды саған десе. Жоқ, оның жанында погоны бар біреу болса енді. Погон бар адамдардан қорқады ғой. Бізде тәртіп ол бізде қорқады деген мәселе емес ол. Ол солай, дұрыс солай болу керек. Ол кісі тәртіпке шақыратын адам. Мысалы сізге қалай айтсам, бізде қазақта сөз бар ғой, шыбын сойса да қасапшы сойсын деп. Мысалы сен тәртіп бұзба деп тәртіптің сақшысы айту керек та. Оны мысалы сол жердегі қызметкер емес. Көрдіңіз бе? Сонда ол более өтімді. Сонда мен мысалы өз досыма айта алмаймын, иә? Жоқ, сіз айта аласыз. Мәселе өз досыңызға айту бір бөлек, мәселен сізге сырттан келген бір адам маған айтпау керек. Сырттан келген бір сізге айтса, қалай айтсам, сізге қабылдау әр адамның психологиясы әртүрлі ғой. Мысалы барлығы тыңдайтын бір адам болады. Дұрыс па? Мысалы барлығы ол тәртіп сақшысын тыңдайды. Себебі бұл тәртіптің сақшысы да. Оның жаңағы қасапшысы сияқты ғой. Сол сияқты ол дүниеде әр нәрсені өзінің орнымен пайдалану керек. Одан кейін біздің өзіміздің инспекторларымыз бар. Әрбір парктың ішінде мемлекеттік инспекторлар бар. Ол мемлекеттік инспекторлар да келіп бірге айтады. Содан кейін экоактивистер, Аллаға шүкір, оларда өте саны көп. Өздігінен келіп бірге жаңа қоқыс тазалауда халықты сондай шақыруға брошюра таратып, шынымен осындай нәрселер жасамаңыздар, өздеріңізбен алып кетіңіздер деген сияқты мәселені айтса, негізі жалпы мына экология министрлігінің Айжан ресми парақшасына кіріп қарасаңыз да болады. Бізде әр ұлттық паркте экорейдтің нәтижелері туралы бейнероликтер жасап жатырмыз қолымыздан келгенше. Соның ішінде мысалы адамдардың айтқан сөзге құлақ асу мәдениеті өте жоғары. Негізі жалпы мен әңгіменің ең басында да айттым, қоғам экологиялық мәдениетті түрде өмір сүруге, экологиялық мәдениетті түрде демалуға әбден дайын.
ол жерде жаңа сіз айтқан 3 қағида бар да. Камера бар, ұят болады. Погоны бар адам бар, жаман болады. Жаман. Флорамен фонға келесі ерін тигізеді, обал болады. Біріккен жерде обал болады, ол штраф бар деген сөз ба? Формула табылды. Негізі жалпы қуантатын нәрсе, бұл біріншіден ешқандай инвестициямен, ешқандай ақша төлеусіз ақ, ешқандай бір идеологиялық бағытта жоба ретінде ұсталмай-ақ, қоғам өзі осы нәрсеге шақыруда. Қоғамның ішінде өте бір белсенді адамдар осындай нәрсені ұстайық, өзімізбен бірге алып кетейік деп демалдық, жинап жатырмыз, алып кетіп жатырмыз деп түсіріліп жатқан адамдарды көрсең, шынымен көзің тояды. Бұл трендке айналды. Трендке айналған нәрсе өзінің жаңағы діттеген мақсатына жетпей қоймайды ғой шынымен. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы біздің ішкі туризм деген мәселе, басынан бастап айтатын болсақ, қайтадан ең басынан айтқансың, ішкі туризмнің дамуы бұл экономикалық тұрғысынан да өте жақсы үлес береді. Шынымен бұл орта және шағын бизнеске де өте жақсы мүмкіндік. Ел экономикасына да. Ел экономикасына, ал халықтың жағдайы неғұрлым артқан сайын оның мәдениеті де артады. Ол өзі заңдылық ол. Жалпы бүкіл әлемде солай. Өте әдемі айттыңыз. Мынау шынымен қоғамның уже ішкі туризмге деген, кейін экологиялық тазалыққа деген қазір сұранысы күшті. Өте қуантатын жағдай. Может, барлық жерде бірдей емес шығар, бірақ негізгі қалаларда, негізгі жаңағы біздің белсенділердің саны артуда, кейін кезде экологиялық белсенділер, туризм бойынша белсенділердің, анау қаншама, мысалы, анау Тамыр деген не Іле Алатауда бір жаңағы табиғатқа бейімдеп сондай мектеп, табиғатты өзің қалай істейсің, соған бойынша не ашып қойған екен, мектеп адамдарды үйретеді, не істеуге болады, не істеуге болмайды деген сияқты. Одан кейін әртүрлі жағдайларда көмектеседі ұлттық парктерге. Жаңағындай енді волонтерлық қызмет қой. Ондай қоғамның бұл жағындағы жаңағы талпынысы өте керемет та. Сол енді бір басқа бір затқа алып келеді да. Мынандай ішкі туризмге деген сұраныс бар. Енді неге деген жаңа экологиялық тазалыққа деген бір сұраныс бар. Соның барлығын енді бірге негізі осы бағытта тоғыстыру керек та. Осы бағытта керемет акцияларды қоғам өзі ұсынады. Қатты қуантатын мәселе осы. Мысалы ретінде айтайын, мына Іле Алатау ұлттық паркінде кофе сататын бір азамат, егер де сіз демалып кетіп, өзіңізбен бірге бір қап қоқыс әкелсеңіз, сізге бір кофе тегін беремін деген акция бар да. Керемет. Енді сонда сіз мысалы барасыз, демаласыз, содан бір қап жаңағы қоқыспен келсеңіз, сонда сізге бір кофе, бір шай тегін береді. Ал сол қоқыстарды сол жерде тастап кету керек. Әлде өзіңмен алып кету керексің? Жоқ, сол жерге тастап жинап береді ғой енді қанша. Одан кейін осы мәселе ол қалыптастыру сұранысы. Мысалы менің бір ерекше бір оқиға, адамдардың аттарын айтпай қояйық, бір досым өзінің баласының кітап оқуға солай баулыған. Жаңағы мына кітапты оқысаң, жаңағы 50 теңге ақша беремін. Немесе ол бір жаққа сұранатын болса, футболға немесе басқа нәрсеге балалармен бірге демалып келуге сұранатын болса, мына сол уақытқа дейін осы кітаптың осыншама бетіне дейін оқып, соны келіп сен маған әңгімелеп беру керексің дейді. Әрбір нәрсеге өзіне жаңағы бірінші біз келіп ақырын келіп жатырмыз осы экологиялық мәдениетте. Кешірім өтінемін Айжан, мен қазір ойым шатысып кетсе жеткізбей қалам ба деп қорқып тұрмын. Сондықтан мен жеткізіп тастасам, біз ақырын келе жатырмыз жаңағы. Ең әуелі жаңағы неден қашу керекпіз, ұйымдаспаған туризмнен қашу керек болдық. Екінші, заңды күшейту керек болдық. Үшінші мәселе ақпаратты дамыту керек болдық. Енді төртінші мәселеге қарай келе жатырмыз. Бұл экологиялық туризм, экомәдениетті экономикалық сұранысқа айналдыру керек. Дұрыс айтасыз. Өте керек. Экологиялық мәдениетті болу саған тиімді болу керек. Сен өзің артындағы қоқысыңды бір жерге тапсырсаң, саған жаңағы не беру керек. Не обязательно ақша. Мысалы сен мысалы белгі бере ма, жаңағы құрметті турист секілді, немесе жаңағы балдар
өте жоғары табиғаттың досы деген сияқты белгілі бір атақ бере ма, белгілі бір сомада жаңа қоқысты өткізгенің үшін саған бонустық ақшалар бере ма, келесі жолы паркке тегін кіре алатындай қылдыра ма. Сол секілді тұрғыдан жаңағы бұл экологиялық мәдениетті, эко мәдениетті экономикалық тұрғыдан пайдалы етсе, адамдардың өзі үшін пайдалы ету, өзіне адамға пайдалы болу керек. адамға Ол сенің экологиялық мәдениетің біріншіден табиғатқа, екіншіден адамға пайда әкелетін болса, бұл әлбетте өте жылдам. Мысалы қараңызшы, сіз айттыңыз жаңа кофе мәселесі төңірегінде айтайық. Көп негізі осындай бір жаңа идеялар, болмаса бір сондай бір керемет адамдарға пайдалы акциялар жеке кәсіпкерлердің тарапынан көбірек болады. Ал мемлекеттік тараптар, мемлекеттік ұйымдардың болмаса мекемелердің тарапынан ондай бір ешқашан акция естіген емес. Мысалы, сен мынаны айтып едің, мысалы алып келдің, сен саған қайтадан. Жоқ, Дана, бұл жерде мен сізбен келісе алмаймын. Неліктен? Ең алдымен мемлекеттің, мысалы мемлекеттік органдар да, министрліктер, комитеттердің басты функциясы олар регуляторный дейді, жаңағы заң шығару, реттеу. Олардың бәрі акциямен айналыса берсе, заңды кім ретке келтіреді? Мысалы, жоқ, мемлекеттің тарапынан болғанда, мысалы, неге ұлттық аймақ, туристік аймақтың өзі, болмаса ұлттық парктың өзі, осындай бір мәселенің бар екенін байқады, оған бірден шешу жолын көрсетіп тұрса адамдарға. Мәселе бар деп айтып отырудың орнына бірден өздері де әрекет жасаса. Жоқ, ол әлбетте жасалады ғой. Міндетті түрде біздегі жаңа экорейдтердің өзі ол мемлекеттің жасалып отырған тарапынан жасалып отырған. Егер қоқыс шашпасаң мен саған штраф салмаймын деген сияқты. Экорейдтің өзі, волонтерларды тартудың өзі ол оңай жұмыс емес. Содан кейін ол экологиялық мәдениетті қалып ерекше қорғалатын табиғи аумақ деген түсінік бар. ОПТ дейді. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ішінде бізде не кіреді? Ұлттық парктер кіреді, резерваттар кіреді, қорықтар кіреді. Осылардың негізгі міндеттерінің ішінде өзі основной міндеттері бар. Осылардың. Ол жаңағы ғылыми зерттеулерін жасау, табиғатты зерттеу, тұмса табиғатты қорғау. Солардың ішінде тағы да бір нәрсе ол эко мәдениеттерді қалыптастыру. Осы мәселенің ішінде жаңағы парктар маршы деген бар, иә? Саябақтар маршы деген бар. Сол болады. Оқушылардың арасында, жастардың арасында конкурстар өткізу, мен табиғатты қалай қорғам, қалай сүйем деген сияқты нәрселерді жасау, ол күнделікті процесс да. Үнемі жасалып отырған процесс болғаннан кейін ол көпшілікке жоқ жұмыс сияқты болып көрінеді. Бірақ ол жерде ол ұлттық парктердің ол қазанның ішінде қақпағын ашсаңыз қайнауында көп нәрсе, өте көп жұмыс жатыр. Біз басында Нұрсұлтаннан сұрайықшы, біз мысалы көбінесе мемлекеттік мекемелермен жұмыс істейміз, өзіміздің мемлекеттік бағдарламалармен көбірек жұмыс жасаймыз. Ал сіз туристермен етене жұмыс істеп жатқан мамансыз. Туристерге қазір не жетпейді экологиялық мәдениетті болу үшін, және де сіз айтып отырған жұмыстардың нәтижесін сіздер байқайсыздар ма? Енді экологиялық мәдениетті болу үшін мысалы туристердің тараптардан мысалы қараңызшы, жоқ, туристер мысалы сізден не сұрайды? Сіз алып бардыңыз, олардың барған жердегі көңіл күйі қалай болады? Қандай мысалы келтірейін, енді біз бүгінгі әңгіме барлығы біз табиғи ұлттық парктер мен қорықтардың мемлекеттің қорғауындағы жерлермен көбірек кетіп қалып жатырмыз да. Андай мемлекеттің қорғамауында мысалға өзіне өзі әдемі жатқан жерлер бар ғой, мысалға Слета деген шатқал бар ғой мына жерде Степногорск жақтағы. Сол жермен мысалға келтірейін, ол жерде ешқандай мемлекеттің қорғауында жоқ, жай ғана бір районның территориясында орналасқан жер. Былтыр пандемия кезінде сол жер өте жаңағы трендке айналды дейді ғой. Трендке айналған жерлер, өйткені Бурабай жауып болды, Зеренді жауып болды, Баянауыл жауып болды күзге дейін. Соның амалы жоқ еді, астаналықтар демалатын жер таппағаннан кейін сол Слета шатқалына көбірек бардық. Сол кездегі біздегі ең басты қиындатқан нәрсе ол біріншісі ол жол. Енді қарапайым бұл жердегі демалуға қатысы жоқ нәрсе ол жол. Екінші мәселе адамдардың біздің алдымызда демалып кеткен адамдардың қоқысын көбірек қалдырып кеткендігі. Енді Слета шатқалының несін қарайтын болсаңыздар, оның өзі 4-5 точкасы ғана бар. Адамдар бара алатын, суға түсетін, демалатын, көре алатын жерлер. Қалған жерлердің бәріне былай бара алмайды, өйткені тік жар болып кетті. Сол 4-5 жерде біздің алдымызда барған адамдардың көбірек қоқыс қалдырып кеткендігі менің апарған туристердің өте несіне келтірді. Неге? Өйткені олар маған ақшасын төлеп отқаннан кейін олар жақсы демалғысы келетін адамдар.
жақсылап демалғысы келеді, жақсы көргісі келеді. Ал мен барған кезде олардың уже біріншісінде жаңағы мусордың көбірек болғандығы сол өте қатты қынжылтты. Бірақтан да біз енді артынан мен апарған пакеттермен сол жерде қалған мусорлар жинап кетіп отырдық. Неге? Өйткені мен ана жерге сөздің басында айтқандай, мен ана жерге 3-4 рет бардым. Сондықтан да осы бір рет алған сабағым екінші рет қайталамау үшін сол алдын ала жинап кетіп отырдым. Сол кезде уже менде адамдардың басқа мәдениеттерін қалыптасқан. Бірақтан да ол басқа жаңағы жаңа айтты ұйымсыз ұйымдаспаған қылмыс деп айта бұл да бір қылмыс қой. Егер сол ұйымдаспаған туризмнің арқасынан демалған адамдардың көбінің зияны сол біз сияқты туроператорға көбірек әкеліп тұр. Көрдіңіз бе, бұл кісілердің жаңағы артынан барып жинауы, ол тағы да айналып келгенде не экономикалық интерес. Сіз айтқан жаңағы не ғой, сіз халық жағынан айттыңыз, жаңағыдай тұтынушы жағынан, бұл кісі енді бизнес жағынан оны дәлелдеп отыр. Бұл мүддесі болу керек. Ал басты мүдде кімде? Жергілікті халықта. Өйткені былай қараңыз, Көлсайды алып қарайтын болсақ, егер Сатының тұрғындары, Сат ауылының тұрғындары Көлсайға келетін туристерден пайда көріп отырса, мысалы кейбір қонақжай үйлер үйінің жанында ашып жатқан гостевойден дейді орысша айтқанда, олар 10 миллионға дейін сезонда табыс көреді екен. Көреді. Қазіргі ол жердегі қонақжайлардың саны 51-ден кейін 81-ден кейін асып кеткен. 2 жылдың ішінде. Жатын орындары 2 есе өскен, 600-дан 1200-ге дейін. Ол экономика жағынан өзінің пайдасын әкеп жатқан белгісі ғой. Енді туризм, жалпы біз туризм деп көбінесе талқылаған кезде біз оны халықты демалуға жағдай жасау жағынан талқылаймыз енді. Шынымен. Бірақ оның экономикалық өзіңіз айтқандай жағын талқылаған өте дұрыс. Неге? Өйткені туризм жасаған кезде не үшін дамытамыз? Жергілікті халықтың жағдайын көтеру, жағдайын жасау үшін. Келген туристер, мысалы, Сілеті болсын, Бурабайға болсын, басқасы болсын, Бозжыраға кеткен туристердің әрқайсысы сол жерге барып тиын салып, сол жерге пайда тигізу керек. Керісінше, сол жердің табиғатына ешқандай зиян тигізбеу керек. Ол үшін ең бірінші мүдделі адам кім? Жергілікті тұрғын. Оларды тарту керек. Жергілікті тұрғындарды алып келіп, сол жерге пайда көруді үйретсең, ол ертең ол жерді қарайды, туристтен тастап кеткен қоқысты жинайды, тастап атқан туристті көрсе оны ұрып жығады деген сияқты. Өте келісемін, енді сөзіңіз бөлгенмен. Мынадай түсінік қалыптастыру керек. Бір турист ол $1 деген сөзді қалыптастыру керек. Мен жақында Турцияда барып қойдым. Енді Турцияда барып қойдым. Ол жерде енді Анталия енді туристік қала, былай қарасаңыздар. Қарапайым кішкентай баласына дейін осы адамдарға қандай осы менен қандай $1 қалай алып қаламын деген түсінікпен өмір сүреді. Мен туристпін, олар біледі мен қалтамда ақшам бар екендігі. Ол жаңа все включенодан бөлек мен дополнительно ақша алып шығасың қалтаңа. Сол ақшаны қалай алып қалу деген түсінікпен өмір сүретін адамдар. Түріктер сондай екен. Ол жаман деп айта алмаймын. Неге? Өйткені олар өзінің ұсынысын жаңа услугасын жіберіп жатыр да, біз сол услуганы пайдаланғаннан кейін біз ақшасын төлеп жатырмыз. Енді мен ойлаймын да, мысалға Сілеті шатқалында адамдар сол жерде туристік орталық ретінде пайдаландыру керек. Неге? Себебі бізде Чаринский каньон жоқ, Черный каньон деген бізде Астана қаласында мүлдем жоқ нәрселер ғой, былай қарасаңыздар. Мынау Астана қаласынан жақын 180 км жерде ғана орналасқан жер, былай қарасаңыз. Енді табиғат әдемі, өте таза, жаңағы Сілеті деген өте таза өзендердің қатарына кіреді. Қазақстандағы 400 км ұзындығы. Сол жерге мысалға адамдар шақыртып алып жаңағы өздерінің ұсыныстарын қойса, қарапайым түрде былай айтқан кезде Сілеті шатқалында тал жоқ. Талдың орнына сіз қарапайым жаңағы шатырлар бар ғой, сол шатырда сіз жаңағы 4 адамдық 5 адамдық тенттер бар ғой, соны арендаға берсеңіз өзі, біз соны пайдаланып, соның ақшасын төлесектің өзі сізге қарапайым түрде пайдалы есептелетін нәрсе болады. Осындай мәдениетті қалыптастырғым келді. Мен жалпы жергілікті халық более заинтересован болу керек біздің келуімізге. Біз емес оларға заинтересован. Олар бізді шақырту керек. Нұрсұлтан, сен келсеші, мына жерде осындай нәрсе бар, әдемі жер бар, сен көрші мынаны деп. Өйткені менің барғаным, мен 10 турист апарсам, оның қалтасына $10 түседі деген сөз болу керек. Сол кезде адам сол туризм деген нәрсе ол ауадан ақша істеу. Былай қарасаңыздар, ауадан ақша істеу. Сенің әдемі жерің бар, соны әдемі жерді мысалы аян көрді, сіз көрдіңіз, көргеніңіз үшін сіз 250 теңге төлеп кетесіз Бурабай даму жаңа кіргеніңіз үшін. 250 теңге деген қарапайым түрде ешқандай да завод жоқ ол жерде, ешқандай да шикізаты жоқ, сен ешқандай бар техника қойып жатқан жоқсың. Жай орманның ішін аралаған үшін сен 250 теңге төлеп жатсың. Бұл деген 470. Иә, енді ауадан ақша істеуді кезінде Турцияда қалай туризм дамыған Ататүрік айтқан екен, былай енді 4 теңіздің ортасында орналасқан ғой Турция. Мен ауадан ақша істеймін деген да. Бәрі түсінген, сен қалай ауадан ақша істейсің деп. Сол кезде айтқан, мен ауадан ақша істеймін. Неге? Өйткені мынау әдемі жерлердің барлығын, пляждардың, жаңағы суға түсетін жердің барлығын халыққа түсіндіремін осындай деп.
сол қазіргі Турциядағы көп адамдар келетін, ол жаңағы Германия, Европа елдерінің, сосын жаңағы біздің Орта Азия менен Ресей халқы көбірек барады, СНГ мемлекеттері. Солай бізге де дамыту керек. Қарапайым Алакөлді айттыңыз өзіңіз. Мысалға Байконурды көру үшін бүкіл әлем келеді десем, қателеспеймін. Неге? Өйткені Байконур әлемге жаңа қарсы жаңа Илон Масктың өзі ұшырып жатыр ғой. Сондықтан да адамдарға өте қызық жерлерді, сондай туристік орталықтарды бізге көбірек тарта білуіміз керек адамдардан. Ол үшін не істеу керек? Жергілікті халық бізге өзінің ұсыныстарын көбірек ұсыну керек. Ол бір мәселе. Сосын кешірім өтінемін. Бір айтып кешірім сұрайын деп ойлап отырмын бағанадан бері. Осы бір Даниэлден бір кешірім сұрап қайтару керек еді. Жақсы болды. Сосын бізде мына жалпы бизнесті туристік нүктелер бар ғой, жаңағы бұл ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан кішкене ауытқиық. Мен тақырыбымнан мынау пресс-секретарь емес, азамат ретінде, Қазақстан азаматы ретінде бір айтатын нәрсе, мына туристік ішкі туризмді нүктелерін алып алған туристік орындар бар ғой, сол жердегі бизнесте дикий шыны керек. Келісемін. Осы нәрсені мойындау керек ше. Мына ұсынып отырған адамдар, менің қарындасым осыдан 2 жыл бұрын Түркістанға демалуға тревелмен жаңағы туризмді оқыды. Соның группаластарымен бәрі бірге Түркістанға барған, жаңағы қасиетті жерлерді көрсетеміз деп. Соның гостиница деп алып барған жерінде енді фотоларын көрсетсеңіз зәрең ұшады. Біріншіден, ол да бір төбе, жарайды, сервис көрсетесің. Сол таңертең отырып тұрсақ дейді, жаңа уақытында не дайын емес, тамақ дайын емес дейді. Соны тамақ алып келген, енді өз қалайса енді жеуге ыңғайсызданған ыдыста кір деген сияқты. Соны жемей отырса, ол да бір екі деймінші. Үшіншісі жанына келіп зырк етті дейді, жаңағы неге жемеусің деп, жеді. Енді бізде ол жерге ол біріншіден ақша төлеп келіп отыр. Екіншіден ол өзі адамда интерес жоқ та, екінші рет келу керек деген нәрсеге. Өйткені поток көп та, ал бізде поток көп болған сайын одан сайын көбейту деген емес. Мынау кетіп қалса екінші адам бәрібір келеді деген түсінік бар сияқты. Өте жақсы нәрсе. Мынау бизнес, дикий бизнесті де негізі тыю керек сияқты. Енді ямжа бұл өз бетінше бір үлкен бір тақырып енді сервис деген. Оны біз жеке бір отырып. Оның ішінде қазір сөйлесіп пікір алмаспасақ, оның ішінде мынау туркомпаниялардан бөлек өздері әлеуметтік желіде жариялап, өздері азаматтардың алып тур ұйымдастырып жүрген қаншама азамат бар. Оның ішіндегі жауапкершілігін заңдастырылған түрі, жаңағы оның ішіндегі сервис мәселесі еш жерде ешқашан қарастырылмаған. Өз бетінше адамдар, мен мысалы ашам, менің атым Дана, мен сіздерді жинаймын. Дана Travel, 35 мыңнан сіз маған бересіз, мен Боровоеға алып барамын, сізді көрсем, қайтадан алып келемін. Бірақ оған ешқандай бір заңдық күші жоқ, бірде бір құжаты жоқ азаматтар қаншама. Енді оның ішінде сервис бұның ішіне кіреді. Айтып өткендей, сервис дегеніміз өз алдында бір үлкен бір тақырып, жеке бір қозғауға, мүмкін келесі тақырыпты сервисқа арнауға болады. Енді сіздерге идея беркеттім. Күшті идея тастап кеттіңіз. Енді біз уақыт жағынан шығып бара жатқан сияқтымыз, сондықтан жаңаға тоқ етіп тигізер жаңағы соңғы сөздеріңді айтыңдар дейсіз ғой, айналып. Қорытындылай. Енді мен бір айтып немесе қонақтарға беріңіз, сосын маған бересіз. Сөйтіңіз. Нұрсұлтан, бүгінгі подкасттағы ойыңыз, жалпы экомәдениет деп айттық, экотуризм деп айттық, оның ішіндегі туристермен бірге тұспа-тұс жұмыс істеп жатқан маман ретінде экотуризм қашан бізде болашағы болады, және де жалпы осы бүгінгі подкастта түйген ойыңыз және қорытынды сөзіңіз. Экотуризм жалпы экомәдениет деп айтатын болсақ, қазіргі таңдағы негізгі үлкен қалаларда ол нәрсе бар. Қазіргі таңда Алматы, Астана, туристік қалаларда ол нәрсе бар. Ал мені қынжылтатын нәрсе ол жаңа Қызылорда қаласы сияқты мысалға туристік орталығы жоқ, просто өздері демалатын қалаларда экомәдениет әлі күнге дейін жоқ. Соны біз көбірек жұмыс істеу керекпіз. Ол үшін не істеу керекпіз? Аян мырза айтқандай, ақпаратты көбірек жіберу керекпіз. Ақпараттандыру мәселесі бізде өте қатты жоғары нәрсе. Біздің ақпараттарымыздың көбі, мысалы мен де өзім де басқа бір компанияда жұмыс істеймін, мен де осы қарапайым халықпен жұмыс істейтін ортада жұмыс істеймін. Ақпаратқанда бізде менің ақпаратым Алматы қаласына жетеді, Астана қаласына жетеді, Шымкент қаласына, Қарағанды, Ақтөбе қаласы сияқты үлкен қалаларға жетеді, бірақ сол қалалардың аудандары ауылдарына жетпейді менің нәрсе.
ал біз экомәдениет деген нәрсені қарапайым Россия мен Қазақстан ортасындағы шекара немесе Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекарадағы ауылдың адамы соған дейін біз жеткізе білу керекпіз экомәдениет деген. Өйткені неге олардың бәрі біздің азаматтарымыз, олар да ол жердегі табиғатты ол Қазақстанның табиғаты болып келеді. Сондықтан да демалу мәдениетін біз сол жердегі халыққа да көбірек жеткізу керекпіз. Ал менің ойымша Астана, Нұр-Сұлтан, үлкен қалалардың адамдары қазіргі таңда уже экомәдениетті толыққанды негізделген. Себебі неге? Олар әлеуметтік желі арқылы немесе сіздер айтып отқан акция немесе әртүрлі сала немесе туроператормен барғаннан кейін олар уже экомәдениеттің не екенін, ол табиғатқа қандай зиян екендігін қазіргі таңда уже ол міндетті түрде білді деп ойлаймын қазіргі таңда. Енді менің бүгінгі подкастта түйгенім, негізгі түсінетін ұсынысым да осы сіздерге тарапынан осы шет аймақтағы ауылдағы халықтармен көбірек жұмыс істеу керек. Рахмет. Аян мырза. Экологиялық мәдениеті жоғары адам және экологиялық мәдениеті сәл төменірек адам, ол жалпы территорияға бөлінбейді. Сен қай жерде болсаң да экологиялық сауатты болуға мүмкіндігің бар. Алға. Ол біріншіден. Екіншіден, негізі жік-жігімен бөлетін болсақ, жалпы біздің түйген білгеніміз қоғам бұл экологиялық мәдениетін қалыптастыруға мүдделі. Ендігі кезек біз осы мүддесін ақтауға мүмкіндік жасау керекпіз деп ойлаймын. Жалпы ол мүддені жасау тек қана мемлекеттің тарапындағы нәрсе емес, ол мүддені қалыптастыратын қоғам, мүддені қалыптастыратын әлбетте бизнес, әлбетте мемлекет, әлбетте заң. Сондықтан әрбір бағытта жасалатын жұмыстар осы уақытта ол көп болу керек деп ойлаймын. Ішкі туризмнің жалпы потенциалы Қазақстанда өте жоғары. Бізде басқаша қорғалмайтын аймақтардың, мысалы маған өзінде және мен айтып отырмын 13 ұлттық парк бар, 10 қорық бар. Олардың территориясы 2 миллион гектардан әрі артып жығылады. 2 миллион гектар жер бізде туризмге дайын. Былай айтатын болсақ. Сондықтан осындай байлықты пайдалансақ, туризм бар, енді туризмге мүмкіндік экологиялық туристік мәдениетке, сосын экологиялық мәдениетке бағыттың жұмыстар жасалу керек деп ойлаймын. Бірақ менде үміт зор, өйткені қоғам дайын. Керемет, нақты жақсы сөздер айтып жатсыздар. Қоғам дайын, мүддесі бар, сол мүддесін тауып жергілікті халықпен көп жұмыс жасау керек деп айтып жатсыздар. Өте соны толықтырамын, тек қана және әрине олардың барлығына жағдай жасау керек. Ол жағдайды жасау бойынша мен білем, біздің экология министрлігі болсын, әкімдіктер болсын, біз болсын әртүрлі жағдайлар жасап жатырмыз. Соларды қолдап бәріміз іске асырып жүрейік. Айтарым сол, мысалы жаңағы жергілікті тұрғындарды тарту үшін біз әртүрлі тренингтер өткіземіз. Оларда біздің онлайн академия бар. Онлайн академияда қонақжай үйін қалай ашасың, оны қалай тұрақты түрде, экологиялық түрде қалай дамыта аласың, сол туралы ақпараттар біз салып отырамыз. Оны біздің жаңағы подкасттың астындағы сілтемеге тастап кетеміз деп ойлаймын. Оларса соның барлығын меңгеріп бірге іске асырайық. Көп рахмет сіздерге. Сізге рахмет. Енді алғашқы подкаст тақырып өте қызықты болды деп үміттенемін. Көрермендерге де қызық болатын шығар. Түйіндеп кететін болсақ, бүгінгі тақырып экотуризм болды, және де оған біздің спикерлердің қосқан ұсынысы ұлттық парктерде жерлерді бөлу, яғни әр жердің өзіндік қолдану аймағы болу керек дедік. Одан кейін заңды қаталдастыру керек дедік. Заң бар жерде тәртіп бар дедік. Әрі қарай ұйымдастырылған туристік орталықтарды, болмаса мекемелердің санын арттыру керек дедік. Және де 3 сөзді ұмытпау керекпіз. Ұят болады, жаман болады, және де обал болады. Рахмет көргендеріңіз үшін, келгендеріңіз үшін. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар.